Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Үйде бір шама темірлер жинап қалды. Бағана осының жартысын алдым. Темірлердің бір шама салмақ бар. Арбамен апара жатырмын. Бір 3 километрдей қалды. Бар әлі металломға. Арба тарсылдап келе жатыр. Осыны бүгін өткізем деп шештім. Осы жартысын. Ал, кеттік металломға. Темір өткіземіз. Көлеңкеде демалып отырмын. Осы темірден азғантай ақша шықса да жинау керек. Мен бір мақсат қойдым. Так, осы бірнеше ай бойы жинап, бүкіл темір болсын, мыс болсын өткізіп, біртінеп жинап, ауаның қалауымен мопед бар, Honda Dio деген. Короче, 34 немесе 27 деген модельдер бар. Соған жету деген алдыма бір мақсат белес қойдым. Сол үшін әзір тырысамын. Әрекет істеймін. Жарты жолы жүріп шықтым. Жолдан дөңгелек, колодка тауып алдым машинаның. Бірге қоса саламыз қара темірге. Бір 200-300 граммдай шығады. Достар, темір өткізетін жерге аз қалды. Ар жақта жолдан осына есіктің аты қалай еді, ұмытып тұрмын. Короче, есіктің темірі табылды. Сосын алюминий электротех, алюминий, одан тағы да бір алюминий электротех табылды. Одан кейін сосын қорғасын табылды. Ар жақта машина көп болған, сол үшін түсірмедім. Арматура табылды. Достар, мен темірді өткізіп келдім. Жолдан табылған заттарды көрсетсем. 2 тау алюминий, жаңағы темір. Сосын 3 тау алюминиевый банка. Осы жолмен ар жаққа дейін жүріп айланып қайтам. Банкаларды тереміз. 2 тау пиваның банкасы жатыр. Біреу энергетик дегенде, біреуі пива. Жолдың шетінен бірдеңе байқадым, забор жағынан. Так. О, алюминий электротех. Жақсы болды. Ішіне салып жатырмыз. Достар, өте келе осындай салмақты темір табылды. Қара темір. Алып кетеміз.
дәл осы жерден көзіме бір жылтыр бірдеңе түсіп кетті. Алдым, көтеріп қарасам, бұл латунь екен, жып-жылтыр. Қазір үйге барып қырғанда сап-сары цвет шығады. $20 табылды. Біреулер деген мешок таста кетіпті. Темірге болады мынау. Бүктеп, осыған кейін темір салып өткізе саламыз. Алюминиевый банкалар. Бір жерде көбісі тұрса жақсы да, осы ақ бітеміз. Мыс табылды. Достар, мен моторы бар, одан кейін шнуры бар, вентилятор табылды, тауып алдым, мусоркаға шығарып қойыпты. Мынаның жартысы темір болады, азғантай мыс болады. Жақсы болды. Үйге келдім. Біздің жарты темірден шыққан ақшамыз, жарты дегенде бүкілін өткізген жоқпыз әлі. 40 келі болды, сонда 3200 теңге болды ғой. Бұны так бүгіннен бастап копилка жасадым. Осы мопедке деп арнап, мақсатқа жетем деп. Алғашқы тиындар салу. Енді жарты темірді бір күні өткізу керек барып. Бәрін осыған жинай беру керек. Бір 3-4 айдай шамалап жинап көрейік. Жетіп қалар. Барлық табылған құнды заттарымыз: вентилятор, шнуры бар, ішіне мотор болады, конечно. Ол мыстан немесе алюминийдан болады. Алюминиевый банкалар, қазір мыжамыз, өлшейміз. Так, темір. Алтынға ұқсайды. Латунь. 2 тал қорғасын. Тақ темір. Мыналар алюминий электротех. Қазір тазартам. Мыналар жай алюминий, таза алюминий дегенде. Сосын жолдан осындай тоқ тауып алдым. Короче, үшеуі де. Мынаны білмедім, мынау екеуі мыс енді. Мынау, короче, мыс болу керек. Қазір тексереміз. Банканың салмағында көрейік. Қатты мыс. Так. Ағаларың алюминийді тазартты. Сосын мысты да тазартты. Латуньда, короче, осы. Таза алюминий. Темірге алюминийге, мысты мысқа. Қорғасынға темірге қосамыз. Сосын аздаған сол банкалар болды, терген. Соны мұждым. Қазір салмақ өлшейтін таразыда. Короче, жай таразы. Немене салмақ өлшейтін. Таразыда. Жадан істемей қалды. Әлдім крючокты. Өлшейік салмағын. Так. 610 грамм алюминиевые банки. Алюминиевый банкалар жиналған салмағы. Енді тазартылмаған
вентилятор қалды. Жасыл плата. Біздің қызыл алтынымыз, яғни мыс. Жолдан табылған бағанағы екі мыс болса, вентилятордан шығаруға мыс көзге үлкен болып көрінеді, бірақ бұны тығыздағанда кішкентай болады, яғни салмағы аз болады. Осы пакетке тазалағам. Бәрін нетейін, өлшейін. Так, мына весі кейде дұрыс көрсетпейді. Аяғына минус деген сызық болса, ол қате есеп деген сөз. Ілдім. 75 грамм. Неғып беті жанбады. Қайтадан өлшейікші. 80 грамм. 85 грамм мыс дейді. Мен ойлағам бір 100 грамм бола ма деп. Бірақ енді бар нәрсе қанағат. Аздап жинай берсек толады мыс деген. Короче, керек нәрсемізді ала аламыз кейін. Біртіндеп мыстан мыс жиналып келе жатыр. Ал енді қалғандар темір, мусор, азғандай тағы мыс бар, оларды жаға саламыз кейін. Темірді темірге, қалған тазалап мусорға саламын. Осындай платаны маяқта жиналып жүрген платалар арасына қосамын. Осындай сияқты жинап жатырмыз. Бәрін күннің бір күні көп саны өседі. Ал осымен видеомның соңы. Айды түсіріп тұрмын. Короче, есіктің алдын тазаладым. Бәрі шашылып жатыр. Айтады ғой, әр істің артында бір берекесі бар. Еңбек етсең ерінбей тояды, қарның тіленбей дейді ғой. Сол сияқты енді біртінеп темір терсек түрлі түсті металл жинап келе жатырмыз. Болашақта да жинай береміз. Осымен видеом аяқталды. Мен көбінесе разборды өзім онша түсіргім келмейді, бірақ терген қызық. Разборды асығыс түсіре салам. Осымен осындай видеолар кімге ұнайды, қазақша темір жинау туралы, сол адамдар тіркеле кетсін, өз ойларын жаза кетсін. Осымен мен аяқтаймын. Біртіндеп каналымыз алдыға жылжып келе жатыр. Бүгін қарадым, 72 адам болыпты. Жақсы көрсеткіш. Болашақта әлі де көбейеді деген ойдамын адамдар саны. Осымен видеом аяқталды.